Бисмиллах деп бүгін сіздермен үй жағдайында өте дәмді, қол жетімді азық-түліктерден жасалатын бюджетный бисквитті тортымның рецептісімен бөлісемін қыздар. Дәл осы рецептпен өзім үнемі заказға торт пісіремін, сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Алдымен жұмыртқаның ағы мен сарысын ажыратып аламыз. Егер жұмыртқаларыңыз холодильниктен жаңа шыққан сап-салқын болса, ағы мен сарысы тез ажырайды. Ескерту, ағына, яғни ақуызға мүлдем сарыуыз түспеуі қажет. Үстінен бір кесе қантымызды салып, массасынан 2-3 есе ұлғайғанша миксерлейміз. Қыздар, ерінбей 1-5 минуттай миксерлеңіздер, себебі торттарыңыздың жақсы шығуы тікелей осы ақуызға, безеге байланысты. Үстінен жұмыртқамыздың сарысын саламыз. Тек араласса болды, ұзақ уақыт миксерлемейміз. Дәл осы рецептпен қыздар рулет жасасаңыздар да болады. Егер рулет жасасаңыздар, дәл осы кесені толтырмай ұн саласыздар, ал тортқа шамалы толтырып ұн саласыздар. Үстінен разрыхителіміздің жартысын саламыз. Біркелкі масса болғанша миксерлейміз, көп миксерлеудің қажет жоқ. Егер қыздар видео ұнаса, каналыма жазылып лайк басып пікірлеріңіз қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен бұдан да керемет рецепттермен бөлісемін деген ойдамын. Дәл осындай пергамент қағазы төселген табамызға газдың тапасына бір тегіс етіп жайып шығамыз. Описаниеге толық рецептісін қалдырамын қыздар. Алдын ала қыздырылған пеште осылай қызартып пісіріп аламыз. Сразу осындай мата төселген неге аударамыз? Сүлгіге аударып, қағаздан босатып аламыз. Абайлап осылай жаймен шығарып алыңыздар қағаздарыңызды. Суығаннан соң қолдана беруге болады. Егер сіздерге үлкен табаның көлемімен бірдей торт қажет болса қыздар, дәл осы бисквиттен 2 пісірсеңіздер болады. Біздің үйде көп адам болмағандықтан мен бір бисквитті осылай ортасынан бөліп кішірек торт жасадым. Шеттері міндетті түрде осылай кесіп аламыз. Ал крем үшін бөлме температурасындағы майды жақсылап миксерлеп аламыз. Үстінен молокомызды салып, екеуі тағы біркелкі масса болғанға дейін миксерлейміз. Қыздар, майды да, молоконы да көз мөлшерімен қосуға болады, өзіңізге ұнаған дәмге қарай. Дәл осылай біркелкі масса болғанға дейін миксерлеп алып, суып тұрған бисквитімізге жақып шығамыз. Міндетті түрде бисквитті толық суытып алыңыздар. Дәл осылай жағып, екінші бисквитті қоямыз. Шеттеріне дейін әдемілеп жағып шығамыз. Бұл тортқа қатты крем көп жағудың қажет жоқ. Дәл осылай жақсаңыздар да крем сіңген соң дәмі өте күшті болады. Оформление үшін жаңағы шеттерінен үгіткенді толық сеуіп шықсаңыздар болады қыздар. Мен видео үшін болғаннан соң сән үшін бетіне осылай варенкамен сызып шықтым. Сіздер толық осы крошкамен жауып шықсаңыздар да өте күшті болады. Міндетті түрде крем жаққаннан соң қыздар 7-8 сағаттай крем сіңу үшін торт тұруы қажет. Кремді жаға салып бірден кесуге болмайды. Крем сіңсе егер торттарыңызға дәмі өте күшті болады. Сол үшін асықпай 7-8 сағаттай қойып кремін сіңдіріп алыңыздар. Міне достар, біздің торттарымыз дайын. Сіздермен болған Жанар, назарларыңызға рахмет.